өзім тәжірибемде алып жүрген практикалық жұмысым, бұл бәріміз бірдей сұрақ саусағымызды көрсетейікші. Барлығымыз бірдей сұрақ саусағымызды көрсетіп жатырмыз. Ал көрдіңіздер, барлығымызға мен айтқан әрекетіме қарап жатсыздар, менің жаңа сұқ саусақ деген. Сұқ саусақ деген мынау. Ал сіздер менің әрекетіме қарап жатсыздар, мені тыңдамадыңыздар. Жоқ, мен дұрыс па, сіздер енді оқушыларда не үйретсеңіздер, бала соны тәжірибе жүзінде алады. Не үшін жасап жатыр? Мен қазір қалай үйретем, дәл соны жасайсыздар да сіздер. Сол үшін алдымда сіздер пысықтап алады. Мен тәжірибемді мұғалім етсем, сәл серік отырамын дейсіздер. Форум білесіздер, тест жасау, одан Excel, мониторингті сразу шығарыласыздар. Егер бышырына осыдан жасайсыздар да, кейін мен оны тексеруім керек деп уақыт алып отырасыздар ғой. Сканер естерді ар жаққа салып жібересіздер, болмаса фамилияны саласыздар да, салып жіберсеңіздер сіздерге Excel мониторингті сразу шығарып береді. Сонда сіздер бұл жерде 3 вариантты отырасыздар. Тышыры тексермейсіздер, тест құрастырасыздар, бышырды сырттан сатып алмайсыздар. Өзі құрастырасыздар да, өзіне берсеңіз құрастырып, одан кейін соны Excel'де қанша процент сыныпта орындады. Ағылшынша тірем, скачать етпеңіз, Google-дан кетеміз. Жоқ, Enter'ді басасыз да, меніңше негізі ноутбукпен жай телефонмен жұмыс жасаймын. Жоқ, үш нүктелері барын басасыз. Екінші болса да екінші басасыз. Бірінші баспайсыз, астына қарай жүріңіз, мен видео басаймын. Мына, одан кейін үшінші түрме. Көрдіңіздер ма? Үшінші астына қарай жылжисыз. Скачать деген, Android деген, сіздерге как раз. Міне, соны енді оң жақта сызықшасын басасыз, сол жақта сызықшасын басасыз. Басқан кезде, міне, мультимедиа, не жасайсыз, образ жасайсыз ба, не жасайсыз, барлығын көрсетіп қойған. Скачать керек емес, скачать қойған. Сізде жоқ болмайды? Ноутбукпен кірсеңіздер болады да? Міне, запись басып, сөйлетеміз десеңіздер, міне, өз жерден шыға береді. Иә, Google-ге кірсеңіздер, тіркелесіздер ғой. Разрешить. Ақылы ма бұл апай? Платный емес, бұл тегін, айына төлеу тегін береді. Әр сайтта айына төлеу тегін береді. Сізге төрт-ақ рет керек қой, бір ашық сауық, бір-ақ рет өтесіз, қалғанын бет-бет жасап аласыз. Бұда былай шығарма сөйлеткен? Тартпай ақ қойыңыз, тартудың негізін отыра бересіз ба? Көріп алдыңыздар ғой, осыны басасыздар, енді ары қарай жұмыс істеу керек осымен. Кіресіздер де сол жағы үш тізімге басасыздар. Үш тізім басыңыздар ма? Мына үшінші сол аватар деген суретті. Міне үй тұр, игры тұр, производительность деген тұр, мультимедиа, бұлар жаңа суретті сөйлету деген. Міне қараңыздар, бәрі образ жизнь деген тұр. Өмірдегі адамдарды көрген адам, тірі адам сөйлете береді, игрушка салған суретінде сөйлете береді. Осы программаға кіресіздер, мына жағын жасай бересіздер. Егер барып сұраңыздар, егер болмай жатса, мен үйге видео түсіріп, видеоны мен жіберемін. Қайтып көремін соны? Мынаны кез келгенге кіре бересіздер. Любой баса бересіз, қайсысы керек сізге? Мультимедиа скажи. Міне аудио жазу үшін, видео жасау үшін. Сол жерде мультимедиа деп бассаңыз болады, образ жизнь бассаңыздар болады, браузер, ИИ деп бассаңыздар болады. Қалағаныз баса салыңыздар да? Міне мультимедиа деген кезде, мына жерде тұр, аудио жазасыз ба, адамды сөйлетесіз ба, суретті Google-ден тауып алып, скачать етіп жүктей бересіз. Кейін видео Google-дан теріп аласыз суретті. Міне, аудио жазу. Галереяда. Астына міне аудио деген. Галереядан тереміз оны? Иә, галереяға кіріп аламыз, міне, любой жерде нәрсе тауып ашасыз. Мысалы, Абай Құнанбай. Міне, Абайдың біреуін алады. Ya şu komplime deseniz tez yürürsünüz. Ya kıvar onu жазып алыңыздар да, жазып алыңыздар. Қарап-қарап айтады ма, түсінгенше жазып. Ол осы жерде жаңағы жерге енді жаңағы мына ашпай жатыр, бұда тіркелмеген қойдым ғой, программа жоқ. Мына программа жоқ. Ноутбук емес, бұнікі ноутбук екен да, бұны ше, мини екен да. Алматы қазір біреуден алған мини болып тұр. Ал өзіңіз үйдегі ноутбук үлкен ғой, ода барлық программа бар. Сосын еске десеңіздер,
новый ноутбуктың алудың қажеті жоқ. Мына жерде миы бар, миын ауыстырсаңыздар болды. Сосын жаңағы PowerPoint-ты да 2026 ұнатып алыңыздар. PowerPoint-ты да оңай. Мысалы, Excel-де бізге жан-жақтан программа жаңағы слайдтар келіп жатыр ғой. Сіздер ананы жүргізе алмай жатсыздар ғой бірдеңеге. Мен соны копировать етемін да PowerPoint-қа сала саламын. Сөйтем сол жерде генерация жасау деген төбесінен басам, мыналарды стрелка алып жүре беретін қылып қоямын. Басқасам жүреді, басқасам келесі өтеді. Болмаса жабылып тұрып, былай шарпып ашылады, әртүрлі болады ғой. PowerPoint-қа сала береміз да. Енді барлығымыз бір не жасап жүрейін енді ең соңында. Мен өзім әдет болып қалған маған деп та. Енді жаңағы Шоқан Уәлиханов жаңа Ресейде оқыды ғой. Сол жерде орыстар оны түртпектей берген екен. Сөйткен кезде оған айтқан ғой, енді біздің орыстарға сабақ өтіп бер деген, сенің әдіс тәсіліңді көрейік деген ғой. Сол кезде жаңағы Шоқан Уәлиханов айтқан екен, орнымыздан барлығымыз тұрайықшы, барлығымыз орнымыздан тұрайық. Аяқ ұшына қарайықшы барлығымыз. Аяқ ұшына қарайық. Енді басымызды көтереміз. Я, мені құрмет қылғандарыңызға рахмет. Деп, Шоқан Уәлиханов атамыз осылай әдіс тәсілін содан кейін ресейліктер басын иетіп отыр. Ал ресейліктер басын иетіп ғой, қазақтан келген, қалай сабақ өтеді, қалай үйренеді бізге дегенімізде, дәл осы әдіс тәсілді қолданған. Сөйтіп ұтымды жағын көрсетіп, оны да қазір мектептер ашып тастаған. Ұнатқан менің жұмысым,